Сәлем достар, сіздермен лайфхак кезет арнасы. Бүгін біздер керемет лайфхактарды көрсететін боламыз. Так, біздің бірінші лайфхагымыз, ол үшін бізге мынадай скрипка керек. Бұл скрипка, білесіздер, мына геометриялық фигураларды салғанда біздер циркулымыз болмай жатады. Соған циркулдың орнына скрипка, мына кешіресіздер, қате айтсам, сіздерді қалай атайтынын білмеймін. Бізде скрипка дейді. Неге осындай скрипканы ашамыз. Ашқанда неге бұлай болады. Так, сосын мына қарандаш жасасақ та болады. Мен қалам алдым, ручканы бүйтіп қойып аламыз дағы, сызамыз. Так, мына айналып кетеді ғой. Кешіресіздер, мына ручканың ұшында нәрсе бар еді. Так, мінекей достар, осындай айландырып дөңгелек сызуға болады. Так, мінекей достар, кейінгі біздің келесі лайфхагымыз, қарандашпен жазғанда немесе сызғанда қателесіп кетуіміз мүмкін. Мен жерде кз дегенде, кезет дегенде мен ру деп жазып жіберіппін, соны қалай өшіруді көрсететін боламын. Сізде өшіргіш болмаса, мынадай, енді сіздерді қалай атайтынын білмеймін. Өшіргіш болмайтын болса, сізде жоқ. Енді сізге шар көмектеседі. Ол шарды мінекей қараңыздар. Неге көріп тұрсыздар? Сәлдеп болса да өшті қазір. Неге? Неге достар, көріп тұрсыздар? Керемет лайфхак. Достар, неге біздің келесі керемет лайфхагымыз неге мынадай шприцтің басын кесіп аламыз мынадай пышақпен, немесе басқа пышақтармен кесіп алуға болады, қайшымен дегендей. Енді бұл не үшін керек десеңіздер, осыдан стрелой жасасақ болады. Кешіресіздер, осыдан стрелой жасасақ болады. Ол үшін бізге мынадай шар көмектеседі. Осы шар арқылы біздер стрелой жасай аламыз. Қалай жасаймыз десеңіздер, неге осыдан осы жерге кезесіздер. Неге осындай негізінде қиып алсаңыздар да болады, шарды кішірейтіп. Ал мен осындай жасадым. Так, мынадай әкелеміз. Мына ұшында резинке болады, сол резинкемен қысып қоямыз өзіне. Неге уже біздің неміз стреламыз дайын. Так, достар, мен сіздерге бұны көрсетейін. Так, достар, неге біздің құралымыз, неге қараңыздар. Так, мына қалай болды екен? Жоқ. Так, қараймыз. Ой, болмай қалды. Қарандаш жақсы болды екен негізінде. Бұл сыныпта достарымызды атуға өте керемет құрал десек те болады.